Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители. Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сүйікті іс». Тема нашего сегодняшнего урока «Любимое дело». Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Іс, дело. Іс, дело. Сүйікті іс, любимое дело. Сүйікті іс, любимое дело. Әуес, увлечение. Әуес, увлечение. Суретке түсіру, фотографировать. Суретке түсіру, фотографировать. Кітап оқу, читать книгу. Кітап оқу, читать книгу. Жүгіру, бегать. Жүгіру, бегать. Ән тыңдау, слушать песню. Ән тыңдау, слушать песню. Гүл өсіру, выращивать цветы. Гүл өсіру, выращивать цветы. Күрес, борьба. Күрес, борьба. Күресу, бороться. Күресу, бороться. Фильм көру, смотреть фильмы. Фильм көру, смотреть фильмы. Мінез, характер. Мінез, характер. Өмір, жизнь. Өмір, жизнь. Әсер ету, влияет. Әсер ету, влияет. Шыдамдылық, терпение. Шыдамдылық, терпение. Қолөнер, рукоделие. Қолөнер, рукоделие. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Сәлеметсіз бе? Сіздің сүйікті ісіңіз қандай? Здравствуйте. Какое ваше любимое дело? Сәлеметсіз бе? Менің сүйікті ісім кітап оқу. Здравствуйте. Мое любимое дело читать книги. Бір жылда қанша кітап оқисыз? Сколько книг вы читаете в год? Бір жылда 10-ға жуық кітап оқимын. За год читаю около 10 книг. Қазір немен айналысып жатырсыз? Чем вы сейчас занимаетесь? Қазір диплом жұмысын жазып жатырмын. Жұмысым жастар және әуес іс деп аталады. Сейчас пишу дипломную работу. Моя работа называется «Молодежь и увлечение». Тақырып өте қызық екен. Негізгі мақсаты қандай? Тема очень интересная. Какова основная цель? Негізгі мақсаты сүйікті істің адам мінезіне, өміріне әсері туралы. Мысалы, гүл өсіру әдемілікке, спортпен айналысу шыдамдылыққа, қолөнер шеберлікке тәрбиелейді. Основная цель – влияние любимого дела на характер человека, на его жизнь. Например, цветоводство воспитывает красоту, занятие спортом учит терпению, рукоделие учит ремеслу. Рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Спасибо, желаю успехов в работе. До свидания. Сау болыңыз. До свидания. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.